Достар, мен бүгін қабырғадан тамақ жасайын деп жатырмын. Осындай қабырғаларымызды осындай майдалап көбектеп шауып алып малдың қабырғасын. Сосын мен кеше мариновка жасап қойған бұған универсальный дәмдеуші иш чеснок, сосын етке арналған дәмдеуші үшеуін араластырып, сосын мариновка қылып холодильникке бір суткаға қойып қойғанмын. Осындай күшті мариновка болып тұр, әдемі болып тұр. Қойып қойғанмын. Қазанға осындай жетерлікті майымызды құйып аламыз. Сосын оны қыздырамыз. Қызған майымызды осындай өтетіп теріп салып аламыз. Достар, осы немізді қуырып болғаннан соң жақсылап қуырып болғаннан соң Достар, тамағымыз дайын болды. Осындай өте еттер жұмсақ,